Всем привет, достар! Қалайсыздар? Мен опять көрінбей кеттім де. Так, мен бүгін вечерний макияж жасауға кірісемін. Демалып болған шығармыз. Косметичкаларын шығарайын. Бытышты шығып жатыр енді косметичкам. Балаларым бүлдіріп тастағаны бар енді. Сол бармен боянып көрсетейін енді өнерімді. Так. Сынып қалған ненің айнасы. Айнаның жартысы. Айттым ғой бытышты шығып жатыр деп. Так. Бәрі бар енді бұл. Көзіме тень заказ беріп қойдым. Тенінің бәрін бытышын шығарып қаламын деген. Немен кесочкамен алып, не істеп тастаған ғой. Бүлдіріп тастаған. Так. Ойым жинақтап алайын. Кішкене нені жатырқап тұрған сияқты камерам. Ол үшін күнде түсіру керек сияқты. Ол енді ютубты қайтадан қолға алу керек. Демалдым, неше демалдым уже. Уақыт тез өтіп жатыр. Балам садикта. Қызым үйде садикта қарап жатыр. Мультик қарап жатыр. Так, бетімізді бірінші тазалап аламыз невеямен. Мен тек невені қолданам. Гарнир, басқа түрлісі ұнамайды. Менің бетім майлы, комбинированный. Умывалка алу керек. Умывалкам бітіп қалды. Таба алмай жүрмін. Оны мен бұрынғы умывалкам Айхерттан алған умывалка. Сол басқа жерден іздесем жоқ. Енді заказ жерейін десең 20-ға келгенше алу керек Айхерттан. Бір зат үшін енді білмей тұрмын, 20-ға заказ берем бе? Басқа бірдеңелер қосып қасына. Мен передний камерамен түсіріп отырмын. Артпен түсірсем түсіре алмаймын, оны қалай бер жағынан қалай, оны ар жағынан қалай түсіріп жатыр. Алдымен түсіре берейін. Өз-өзімді көріп тұрсам болды. Умывалка болса, что говорит. Мына косметиканың бәрін бітіріп, қайттан новый алдым келіп жүр. Қайттан профессиональный күшті косметикалар жинақтап алсам. Жұмысымды сағындым. Шаш қиып, макияж жасап жүретін. Қызым садикке ерсем жұмысқа шығып, бұйыртса. Так, шашын бітіп жинақ қойын. Шашыма кератин жасадым. Оған дейін білесіздер ғой, шашым андай болып тұрды ғой. Үрпі-түрпі болып. Ама, шошып кетті. Мысығым ғой қасында. Мен мына маңдайым, мына мұрным жаман майланады. Күнге солай. Мына бетім, мына жерлерім құрғақ. Мына маңдай, мына жерім, мұрным жылтырап тұрады. Тұрыстап сүртіп алайын. Бетімді тазартқым келеді, ондай косметологқа барып па, менде қара точка бар, бетім тесік бар, білмеймін. Тек тоналканың арқасымен. Тоналканы ето былай күнделікті жақпаймын. Мынау менің нем. Сырты бытышты болып отыр, білмейміздер. Увлажняющий и под макияж. Так, бетім кепсін. Мына теңді бытышын шартынан мен неден заказ беріп едім. Валберстан. Мына тенім бар еді, ол неден Фаберликтен алған, ол бітіп әдір. Мына любимый цветім. Мен бір тень алам, мына қалғандарын жақпаймын да. Именно қайсысын жақсы көрем, соған үйреніп аламын да, соны жағам болды. Қоңыр цвет.
бір басқа цветпен бояу деген жоқ менде. Міне мен скульпторма не бітіп жатыр. Бітіп жатқанда осындай түрі. Былай цветі күшті енді. Но фебеликтікі тоже қастікі. Бұл да бітшітті. Не қасқа бояйым осы мына цвет екеуін. Но хайлайтер. Мынаны көп қолданбаймын. Осындай цветтер жақсы көремін. Нюдовый, коричневый деген. Мынау менде румяна. Румяны да былай қатты не алмаймын. Қатты розовый. И карандаштар для губ 0,4-ді баяда қолданатын едік, қазір қолданбаймыз уже. Сосын кисточкалар. Мына туш жақсы көремін мен. Сосын мына туш. Осы екеуі қатты ұнайды, білмеймін, басқасы ұнамайды. Басқасы дегенде ана ненікі ұнайды. Maybelline Париж ба? Сол жақсы. Сосын кушон, бұны анда-санда андай бір жаққа асып батқанда бояйым. Былай бояп жүрген қазіргі нем мынандай тоже патшат сырты тоналка корейский 001 деген. Бұл жақсы. Андай естественный тон, бұлар корейскийде бөлінбей ма бірдеңе ғой цветтары. 2 тон болады, тек қана біреу светлый, біреу андай смуглый қыздарға. Консилерді көп пайдаланбаймын. Мына тенім бар еді қасқа, бұл деген жолда білет қалаға салып кеткен, жолда бытшыт шыққан деген. Андай не болып қалған. Ынтақ болып. Негізі күшті цвет. Ладно енді, барымен енді бұйырса жақсы бір тең келеді. Осыған ұқсайды енді бірақ цветтары қысқаша. Каспийдан заказ беріп едім. Но менің любимый міне L'Oréal Париж ғой. L'Oréal Париждің тоже несі жақсы. Тушы жақсы. Осы цвет маған қатты ұнайды. Маған негізі подарыққа берген ғой. Подарыққа берді, несі цветі күшті. Анадай не болып тұрады ердің. Естественный сияқты болып тұрады. Как будто перманентный не істеген сияқты. Ердің. И гель для бровей. Мына помаданы да алдым. Бұл 5200 ба, сондай тұрады. Бұл жылтырап тұрады, енді просто жағып алып жүре бересің. Цветі тоже күшті. Иісі күшті сосын. Клубник ма, малин ма бірдеңе шығады. Мынау дейтін не для губ бальзам. Сосын кисточка бар. Сосын мына карандаш жақсы көремін, мен осыны жағам 27-ні. Кушу, нем тоже бытшыт болып жатыр. Ну, блеск, подводка екеуі де. Сол и карандаш көздің астына сызам. И кисточкалар мынандай. Ше түрлі. Пилканы алып жүр, оны мен қолданбаймын. Сосын мына не тоже қазір енді не жасаймын ғой мен. Вечерный макияж. Так, онда бастайын тоналка жағыпты. Так. Мына ненің несімен жақпасам осы. Қазір модаға басқа бір не шығып жатыр ғой. Мынандай. Типа велюр ма. Осы жақсы сияқты негізі мынандайдан көр. Қазір көшіп жатыр ғой уже мынандайға. Мынандай 3-1 түрі шығып жатыр ғой қазір. Бетке. Соны заказ берейін деп алдында көріп едім. Онымен деген біреулер отзывтарын қараймын ғой мен заказ беріп жатқанда. Отзывында біреулер жазған жыртылып жатыр деп ана велюр түсіп қалған, ішінен сондай губка шығады. Құрсын дедім сосын. Так, не пайдаланайын да. Камераға бір түрлі сияқты. Көрмейтін сияқты. Негізінде вечерный макияжға андай не істеген жақсы. Қазір анандай не шығып отыр ғой. Мынаны енді қалыңдау етіп жақпасам, былай мынау негізі күнделікті қолданатын тоналка. Негізінде андай неге вечерный макияжға мындай қатты плотный жаққан жақсы.
плотный тоналка. Қазір шығып жатыр ғой қымбатқа. Бірақ маған күнделікті жағатындар болмаса, ол плотный жағып қайда барамын мен? Үйде отқанадамын. Декретныйға. Оны ертең клиенттарыма аламын ғой бұйыртса. Клиенттарға жасағанда. Мен негізі сам себе визажист оқыдым ғой. Мен сол кезде бәрін түсіндім ғой. Мен оған дейін ше боянуды, нені білмейтінен қалай мен сам себе визажистті оқыдым. Бәрін білесің, уже қандай косметика қолдану керек, қандай кисточка қолдану керек. Міне жағылған жағы, жағылмаған жағы. Қандай кисточка, қандай тоналка, қандай профессиональный алу керек, соның бәрін білесің уже. Оқымағанда мен дым білмейтінен любой жерден алып косметиканы. Оказывается, сондай косметика, анандай непрофессиональный косметика болса, ол бетті бүлдіреді екен негізінде. А профессиональный болса, ол бетті бүлдірмейді. Наоборот, ішінде профессиональный да көбінде минеральный не болады. Натуральный состав болса, бетіңді бүлдірмейді, наоборот, увлажняет бетті. Менде, например, осындай немен қолдансам, ана бетті сүрткенде әттақ болып сөйтіп тұрады. Бетіңді жуасың, макияжың жуғанда. Сүрткенде. Қалғанын уже көзге жағам, қалдықты. Бірінші бетке жағалам, сосын барып қалдықты көзге жағам. А бірінші көзге жағу болмайды. Менде баяғыда веснушка толып тұратын еді бетімде, қазір бар веснушка бірағандай көрінбейді қатты. Бұрын кәдімгідей көрініп тұратын еді кішкентай кезімде. Менің жарты нем қалада жатыр. Косметичкам. Үлкен сундучок болды, менде ішінде бәрін салып қоямын. Соны тасып жүретін едім жұмысқа. Сосын анандай не болды? Для лица массаж. Тас. Соның бәрі жатыр босқа үйде. Мен не істемен шашпен де айналыстым. Маникюрді да оқыдым. Онымен маникюр қазір істегім келмейді уже. Шашпен қалғым келеді, шаш. Шашымды қиып. Тек не оқу алу керек? Колористика. Шаш бояу, сложное окрашивание. Болды, сол жарайды маған. Маникюр не керек емес. Макияж сол клиент болса бояндырам, болмаса ештеңе қумаймын. Міне. Мынаумен бояған жақсы екен. Чемана немен. Ата мынау дейтін сорват жарты тоналкаңды. А мынау ондай көп сормайды. Кәдімгі жағып береді. Көбіне тез-тез тоналка жақсам жағам, жақпасам не істеп жүре берем. Көзіммен ерін бояймын да, қасын бояймын жүре берем. Так, енді негізі мынандай жарытпаймын, біреулерде болады ғой. Косметический лас, косметическісі не, бірақ менде балдар бүлтіп сәтпі. Негізінде таза ұстаймын. Мынаны жуып алып едім, опять лас. Мына машинкаға салып аламын тоже. Так, енді қас боямыз. Мен қасым формасы былай жақсы, өзіме ұнайды. Андай айналасын істеп қоям. Жұлып қоям мен былай. Чуть-чуть-чуть-чуттан. Мына жерін овальный қылып өсіп кетеді. Ана қасымда коррекция жасатуға барғанда да, ой, не надо. Өзінің етак формасы жақсы ғой деп жұлмайды. Бұрында негізі бір кісіге жұмыстасыма жұлдыртатын едім.
ол енді күшті жылады, прям формасын күшті етіп шығарып береді, тап-таза етіп, теп-тегіс етіп. Соған қайттан барып едім, керек емес дейді. Лучше осылай бояда жүре бер дейді. Бәрі қазір андай жасайды ғой, перманентный бірдеңе деген. Онда тұрмайтын сияқты. Ол негізінде перманентный деген ол майлы бетке тұрмайды дейді ғой. Кетіп қалады деп. Сосын жасатпаймын. Кейде жаман не жасағым келеді. Наращивание ресниц жасатқым келеді. Бірақ деген не? Трейдер жасатып көргім келіп жүр. Бояғанда күшті болып тұрады. Жауып тастап отырмын ба экранды? Теңмен бояған ұнайды маған, чем карандаш. Карандашпен боясам қатты көрініп тұрады. Қатты бояп қойған сияқтымын, как будто. Темный болып кете ма слишком. Жауып тастадым ба? Қатты боядым ба? Так. Онда бір кісі жазып жүрді, орысша сөйлейінші деген сияқты. Ой, мен орысша сөйлесем қалай болады екен? Менің орысшама бар сияқты. Нормально ма? На жеріне как будто не сияқты, дақ сияқты. Теннен кейін бірақ келмен істеп керек емес сияқты. Так. Хайлайтер астына жағы жерейін. Өзінің хайлайтерін. Штатив алғым келіп жүр, анандай кәдімгі үлкен. Дима екпасын. Немен күшті естественно шығады. Так, енді бет қасынан құтылып тастадық. Деп бетіне скульптор шығам. Қалғанын маңдайға. Мен маңдайым үлкен ғой. Маңдай үлкен болғасын осы жерлерге жағу керек. Маңдай кішкентайларға керек емес көп. Ұштап кішірейтіп тұру үшін маңдайды.
колористика оқытатын мастер керек еді маған. Істеп жүрмін. И мына жерге екі түрлі болып кеткен жоқ па? И көзге осылай сүйегін көрініп тұратындай. Сонда тең жағу оңай болады. Көздің несін шығарады. Мына жерде сүйек бар ғой, сол. Так, енді мұрын. Мына жерге сурет салатқан сияқты боянамыз осылай. Так, енді румяна. Кейде румян жағуға ұмытып кетемін бетіме. Так, румян жағатын қайда? Онда тоже скульптурның бойына. Тоже көзге. Дневнойда көбіне осылай жүруге болады. Туш жағып көзіне. Қатты болып кетатса, бой істей қоямыз. Қатты қызартып жіберсеңіз бүйтіп үстіне қатты болған жоқ қой, нормально. Так, көзге чуть-чуть жағып жіберейік. Так, енді бетіме мен мынандай не жағып жүрмін. Без прозрачная пудра. Прозрачная пудра. А то андай рассыпчатый бар. Рассыпчатый бірақ. Оны қолданғым келмейді. Айна барлас пудра. Видеомде шмет болады екен. Көрейік. Так, енді хайлайтер жағып жіберейін. Мынадан хайлайтер жағайық. Мына жерге. Мұрынға. Хайлайтер тоже ұмытып кетемін жағуға. Мына жерге жағатын кисточкасы бар еді, бұның негізі. Так.
Жылдырап тұр ма мұрын? Так, енді көзімді қарай дейін ба? Вечерныйда негізі көзді не етіп шығады. Темный қатты етіп шығады. Так, пудр жағып жіберейін. Ештеңе ұмытқан жоқпын. Бетім майлы, маған пудрсыз болмайды. Так. Енді көз. Қышып жатыр бетім. Так, бірінші темныйдан бастайын. Темный негізі көп жақпаймын, бірақ енді вечерний болғасын. Придется. Непривычно. Мұрным қышып жатыр. Консилер жаққан жоқпын, айтпақшы. Ау, жаным. Ау, бірден керек па? Не керек? Не керек саған? Негізі вечерний макияж көп жасамаймын ғой. Көбіне андай слегка солай таза кисточкамен чуть-чуть бүйтіп жүреміз. Шығып кетіп жатсақ. Қызым келді қопаруға. Так, енді темныйын жақтым. Екінші кисточкам қайда менің? Онымен чуть светлее. Растушевка. Так. Көзімнің астын сызып жіберейін. Көздің астын мындай қоңырсам көзіне.
чуть-чуть стрелка. На көздің астына смотрим. И чуть-чуть стрелка. Түсіп қара. Так, енді жылтыр жағайын. Да, көзіме длина темная не істемей тұрма көп. Мына жерлер как будто не түспеген сияқты, бояу тимеген сияқты. Так, жылтырмайды. Қолмен. Дальше. Не отыр өзі. Так, көзім дұрыс боя алмады мына жағы. Типеген сияқты. Как будто пигмент сияқты мына жер. Көптен бері мынандай не жасамағасын. Қолым жүрмей жатқан сияқты маған. Не білдіріп отырмын, мен не білдіріп отырмын. Мына жер неге ақ болып тұр, түсінбедім.
көздің астын сүземін. Бояп жіберейін. Қалай көзім? Қарай отыр ма? Тәгемнен жаққа. Көзім екі түрлі болған сияқты. Сахна осылай боянады көбісі. Қарайды көзді. Как всегда, екі көз екі түрлі болады. Опа, может жерге. Кисточка, кажется. Как будто мына жағы қатты жағып көрініп тұр да мына. А мына жағы көрінбей тұрған сияқты. Мына жағын аз жақтым да. Екі көзім екі түрлі болып тұрған сияқты, мне кажется. Так. Бірде қыламыз, бірден етіп. Кесішіміз көтті. Отдай. Мына жағы ұнап тұр, а мына жағы как будто не то.
кірпік бояғанда солай бір жағы күшті шығады, бір жағы так, енді кірпік бояймыз. Тушында бітейін атқан болар уже. Қашан алды мен уже, жазда ма? Көктемде ме? Осы туш ұнайды маған, ақпайды да. 2-3 күн жүріп өтті. Сүртпесең. Без монтажа салам. Монтаждасаң уақыт кетеді. Өйстіп садикке барып тұрсам баламды алуға. Қайдан шығып жатыр екен деп ойлайтын шығар. Боянып. Көзім кірпігім. Пучковой не алып қою керек. Кірпік. Үстінен жабыстырсаң вообще мықты болып тұрады. Ондық. Камерадан күшті көрінеді да макияж. Туш бітіп жатыр ма екен? Қатты жағылмайтын болып жатыр. Телескопикті неше отырдық уже. Кейде кірпік жабыстырғым келіп, 3D жабыстырып көргім келіп жүр. 2D қатты көрінбейді. Көзім қап-қара болып тұрады. Так, енді ерінді. Мен карандашыма кетті жаңа. Подводка жақсам бекен. Как кішкен кірпігім естесін. Кірпігім кепсін. Ерімді бойы берейін. Аман жатыр карандаш.
Сіздерге жіберейін. Асылым, мен помадам қайда? Не өлтіріп тұрсың? Ішің өтіп жүр ғой сен. Болды десең. Так, мен помаданы ана жаққа алып кетті. Мына жылтырды жағайын ба? Әлде ана жылтырды жағайын, е? Бұның цветі қатты көрінмейді. Қалай жылтырлайды. Так, не жағам деп тұрмын, жаңа подводка, да? Не берем саған, асылым? Подводкасы көрініп тұрам екен. Подводкасы ғой, ерінем көбіне. Бірақ кейде асығыста жағып алып, просто тен жағып алып жүре беруге болады. Өйстіп шетін істеп қойайын. Мына карандаштың үстіне. Қатты бояп керек емес, етек көзім тейіні қатты болып тұр. Дневной макияжға жақсы негізінде. Подводка. Обязательно бір жағы күшті ұшады, бір жағы не толық ұшады. Мысығым қарайды маған.
Все. Қалай менің макияжым? Шашым жіберейін бе? Кератиннен кейін. Шашым байланып отыр. Біз жұмада 2 рет жуу керек. Шашымды өсірем. А то мына қиған ұнамай жүр. Бұлай жұқалығы жақсы да, бірақ несі ұнамай. Ұзын етіп өсіріп, каскад қылу керек. Удлиненной челкамен. Как вам? Бүйтіп қайрайын ба шашымды? Негізі прическамен күшті көрінеді. Макияж. Или былай қайрайын ба? Мне кажется, осылай үйлетісетін сияқты, да? Мен ортасынан үйреніп қаламын осылай бөліп. Фото түсіріп отырмын өзімді. Все. Осы мен вечерний макияж. Алыстан күшті болып көрінеді фотода, особенно негізі макияж фотода, былай видеода неде күшті болып тұрады. Ерінбей боянсаңыздар. Но менде, как всегда, алып жүретін косметичкам ғой. Былай үйге ұстап кетемін көбісін мен. Былай алып жүретінім туш обязательно, тень. Сосын тоналка кейде алып жүрем, кейде керек емес. Бөліп қоям осылай. Именно не керек соны. Мына кушонды көп жақпаймын, білмеймін не екен. Ұнамады ма или... Вот осы видео так. Келесі не видео түсірем, ойластырам. Мукбан түсіргім келмейді. Астына жазып кетіңіздер комментарияға, не түсірейін басқа, қандай макияж түсірейін. Макияж түсірейін ба, мукбан түсірейін ба, сымыр түсірейін ба, күнделікті өмірін түсірейін ба, не түсірейін. Оны үйге ұстап кететін косметика көбіне. Көп қолданбаймын дегендер ғой. Мынаны тастамаймын енді. Бетқа жағады. Қасқа жағатынды. Так, все, осымен бітті. Макияжым ұнады ма сіздерге? Всем пока. Спасибо большое. Типа что сөйлеп кетейін бе? Шашу керек. Среда күні жудым ба мен? Уж майланып жатыр. Штарым мынандай болып қалған. Макияжды былай көрсетейінші. Шашты тартып жинап тастасам. Тоже жақсы, е? Жинаған күшті сияқты, да? Ал жинап тастайық шашымызды.
мына жерден бір жолып шығарып жіберейін. Баяғыда әжеміз айтатын еді, сен анау жайынның мұрты құсатып жарып қоясыңдар деп, мынандай деп. Это мода дейсің сосын. Ал лайк басамыз. Рахмет көп-көп қарағандарыңызға. Кішкене камераға қарап сөйлеуді ұмытып қалған ба, жатырқап тұрмын ба? Солай. Келесі қандай видео түсірейін жазып кетіңіздер. Макияж жөнінде ашылып әңгіме соғайық. Всем пока. Жазылып кетіңіздер мен каналыма қолдап.